Ассалаумағалейкум. Құрметті көрермендер, сіздермен Азамат Скаков және сіз Азамат Скаков YouTube арнасындасыз. Қысқа видеолар, ғылымға негізделген видеолармен бөлісетін бір арна. Подписка батырмасын басуды ұмытып кетпеңіз. Мен сіздермен пайдалы контенттермен бөлісуді жалғастыра беремін. Бүгін сіздермен сөйлескім келетін тақырып кітап оқу туралы. Мынау артта тұрған менің кітаптарым шамамен 90-95% біткен оқылған кітаптар. Биылға әзірге 2 айда 11 кітап бітті. Енді кітап оқу менің өміріме не берді және неге бүкіл адамдар кітап оқу керек екенін айтайын. Өте маңызды. Қазіргі заманда әсіресе бір уақыт жоқ, отырып күнде кітап оқу ыңғайсыз, қолымызда сотка бар кезде бір заманда неге өте маңызды екеніне тоқталып көрейін. Біріншіден, мынау нәрсе рас, қазір біз тез-ақ бір кітаптың түсініктемесін тыңдап ала аламыз. Подкасттан, YouTube'тан, немесе ChatGPT-ге жаза саламыз. Мына кітап туралы маған ең маңызды 10 бағытын шығарып берді. Болды, шығарып береді. Түсінгендей боламыз. Бірақ ол олай емес. Соған тоқталайық. Не үшін әлі күнге дейін кітап оқу өте маңызды екендігіне тоқталайық. Қазіргі таңда кітап өте қарқынды дамыған, кітап жазуда дамыған, кітаптың түрі де көп, мүмкіндіктер деген шексіз. Кітаптың сотка арқылы оқысаңыз да болады, онлайн версиясын оқысаңыз болады, немесе мынандай қағаз түрінде оқысаңыз болады. Барлығы мүмкіндік жасалған. Енді бірінші қағида мен ұстанатын мынандай мәселе. Менің басыма келген, немесе болашақта келуі мүмкін кез келген проблема осы уақытқа дейін кем дегенде бірнеше адамның басына келген және ол туралы жүздеген кітап бар. Жалпы мынандай бір қағида бар екен, адамдардың басына келетін проблеманың 99% қайталана береді. 99. Кейбір өте сирек жағдайлар бар, қалғанның бәрі қайталанған. Және ол тарихта пәленбай мың адамның, тіпті пәленбай миллион адамның басына тиген, және ол туралы кітап жазып кеткен. Енді сіздің басыңызға келуі мүмкін, немесе қазіргі бар проблемаңыз 99,9% ол туралы кітап бар. Және ол кітапта шешімі жазылған. Бұл бірінші қағида. Не үшін кітап оқу керек? Өйткені менің басымда қазір бір ауыртпашылықтар бар болса, оның шешімі кітапта бар. Екінші мәселе, алдыңғы жылы Канадалық университетте қаржы қағидалары туралы сабақ оқыдым. Ол жерде соңғы сабақтардың бірінде мынандай әңгіме айтылды. Сіздің жетістігіңіз дейді. Жетістікті тек ақшамен шектемейік, жалпы кез келген бағытта жетістігіңіз ой-өрісіңіздің, санаңыздың кеңдігіне және тереңдігіне тікелей қатысты деді. Мәссаған, ой-өрісімнің кеңдігін қалай өлшей аламын мен? Қалай өлшей аламын? Енді еш кітап оқымаған адам, немесе өте аз кітап оқыған адамның ой-өрісі қатты бір кең бола алмайтын сияқты. Әрине, ортасы ақын жазушылар күнде еститіні сондай бір әдеби сөздер болмаса, қарапайым адамдарды олай болмайды. Оған тек көмектесетін қағида ол кітап оқу және кітап. Кітап оқудың жылдамдығының өзі ақпараттың менің миыма енуінің әдемі жылдамдығы. Сіз бір жолақ оқисыз, одан екінші жолақ, үшінші жолақ, төртінші жолақ, сол жылдамдықпен ақпарат сіздің санаңызға енеді. Мысалға, мен бір 1000 беттік кітапты, қазір Виктор Гюгоның «Отверженныйын» оқып жатырмын. Сол 1000 беттік кітапты сізге бүйтіп айтасам болады, адамзат тарихы қайталанады екен. Бұл кітап не туралы десе, адамзаттың тарихының қайталанады және адамзаттың басына келетін проблемалардың қайталанатындығы туралы. Немесе адамдардың жауыздығы туралы. Немесе адамдардың ерік жігерінің қаншалықты маңызды рөл ойнайтындығы туралы деп айта салам болды. Сіз, дейсің айтам, Виктор Гюго «Отверженный» не туралы екен десе, мен сізге айтам, адамдардың ерік жігері туралы десем. Джек Лондон Мартинеде не туралы? Адамдардың ерік жігері туралы десем, сіз, түсіне аласыз ба? Түсіну өте ықтимал аз. Өйткені ана жерде сіз 1000 бет
әр жолағымен бір ақпаратты сіздің басыңызға енгізіп жатсыз. Сол жылдамдықпен, сол оқиғалар желісімен бір кино көріп жатқан сияқты елестетіп отырсыз. Бір кітапта біздің мысалы Мұхтар Мағауиннің Сары Қазағында анау даланың сұлулығын, бетпақ дала ғой әйтпесе, пустыня деп айтсақ болады, бетпақ дала, сол жердегі өсімдіктердің атын, сол жердегі өсімдіктердің тарихын, анау жылқы жануарының тарихын, оның қасиетін 10-20 бет түсіндіреді. Әшейін бір шөптің тарихы және мынау бетпақ даланың тарихын 20 бетпен түсіндіреді. Ол жерде сіздің қиялыңыздың дамып кетпеуі мүмкін емес. Әйтпесе бір адамның сұлулығы ретінде, мысалы гауһартастың сұлулығын қалай сипаттайды жазушы. Анау бірнеше бет арнаған соған. Мен енді бір адамның сұлулығын бірнеше бет қылып айтып бере алмасам, демек менің ой өрісім әзірге кеңеймеген. Бұл да жауапкершілік. Мен өз ой өрісімнің, ойлау жүйемнің кең болуына жауаптымын. Және бұны мен кітап арқылы жасай аламын. Енді қалай жасаймыз? Менің ұстанатын қағидалармен бөлісіп көрейін. Менің өзім шығарып алған бір қағидам бар. Менің оқитын кітаптарымның 70% классикалық көркем әдебиет болу керек. 70%. Біздің қазақи көркем әдебиет менің тарихымды түсінуіме, менің ділімді түсінуіме, менің дінімді түсінуіме көмектеседі. Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұясы біздің салт дәстүрімізден көп нәрсеге тоқталады. Абай жолы, салт дәстүр, тұнып тұрған салт дәстүр, әдемі, тарихым сипатталған, адамдардың мінезі, әрекеттері сипатталған. Ақбілек, мәссаған, мен Ақбілектен байдың образын алдым. Бай қандай болу керек? Қазақ даласында, қазақ дәстүрінде бай қандай болу керек? Өте жомарт. Бүкіл ауылын ойлап отыратын, жесірін, жетімін бәрін қадағалап отыратын, барлығының жағдайын қарап отыратын, кедейлердің қиналып қалмауын және оның намысына тимей оған көмектесуі, жаңағы мәңдірсендерге ет алыңдар десе, бәрінің намысына тиіп кетер еді. Бірақ апта сайын жаңағы ет асып, бүкіл халықты тойдыру және бәйбішеге не дейді, етті артығымен ас дейді. Неге? Өйткені анау кедейлер сарқыт деп алып кетсін, шамамен бір аптаға жетсін деген сияқты. Бірақ мәңдір алып кетіңдер, сендер қиналып жүрсіңдер болса, әркімнің намысына тиер еді. Осы оқиғалардың барлығы менің ұлтымның тарихын, менің дінімді, менің ділімді түсінуге әдемі алып келеді. Және менің ой өрісімді алып келеді. Мен тіпті бүйтіп айтар едім, бір көркем әдебиет, 1000 беттік көркем әдебиет, тұнып тұрған мотивация. Егер сол 1000 беттік көркем әдебиеттен сығып алып бір мотивациялық кітап жазсаң, бір 100 беттік кітап шығады деп ойлаймын. Бірақ бұл сізге оқиғамен санаңызға отырады. Оқиғамен. Ананың ерік жігері, ананың тұрақтылығы, Джек Лондонның, мысалы Мартин Иденнің 2 жыл бойы қиналып жүрсе де, бірақ өзінің мақсатынан таймай, соңына дейін өз армандарына берік болғаны, нық қадамдар жасағаны, 2 жыл қатты қиналса да, соның соңында ол жетістікке жеткені маған мынандай ой береді. Тұрақтылық, ерік жігер, өзіңе деген сенімділік және армандарыңа деген беріктік. Күшті. Бұл сабақ кәдімгі. Бірақ оны сіз басқа кітаптан біреу сізге айтса, тұрақты бол десе, ол әңгіме өтпеуі мүмкін. Сондықтан өте маңызды. Кітап оқу өте маңызды. Енді 30% мотивациялық кітаптар, ғылыми кітаптар болу керек. Неге? Өйткені олардың да үлесі зор. Олар ана жақтан жинақтаған ақпараттарыңды әрекетке енгізуге көмектеседі. Әрекетке. Әр кітаптың өзінің бір берері бар. Мысалы, мен айтам, сізге бір тақырып қызық ба? Тұрдыңызда, диета туралы зерттегіңіз келіп жатыр. Диета туралы зерттегіңіз келіп жатыр. Нутрициология туралы зерттегіңіз келіп жатыр. Жүгіру туралы, спорт туралы зерттегіңіз келіп жатыр. Психология туралы зерттегіңіз келіп жатыр. Ми туралы зерттегіңіз келіп жатыр. Достар, формула өте оңай. 2 кітап. Бір тақырып сізге қызық па? Сол тақырып туралы 2 кітап оқыңызшы. Сіз ол тақырыпты түсінетін боласыз. Ол тақырыптан едәуір бір ақпаратыңыз бар. Бөлісе алатындай ақпаратыңыз бар. 2 кітап. 2 кітап. Сондықтан кез келген тақырып қызық па, ақша қызық па, алыңыз 2 кітап. Менде ана жақта, жоғары жақта 2 полка тек қаржы туралы кітаптар. Оның да шамамен 10-15 кітабы бітті. Ақша туралы түсіне бастадым. Тарихымыз туралы кітаптар бар. Дін туралы кітаптар бар. Психология туралы кітаптар бар.
Отбасы психологиясы туралы кітаптар бар, ол туралы да біраз нәрсе түсіне бастады. Мысалы, «Когда плакал Ницше» кітабында Ирвин Яломның, мен оқып бітірген кезде жылап отырып отбасының қадірін түсінгем. Үйге барып келіншегіме рахмет айтқаным есімде. Өйткені ана жерде Ирвин Ялом әдемі келтірген Ницшенің өмір тарихы мен оның отбасылық қарым-қатынасын, әйелімен қарым-қатынасын түсіндіріп, бізге әдемі қылып жеткізген. Мәссаған, мен одан сабақ алдым, сөйтіп. Ол тақырыпта да біраз маған үлесін тигізді. Сондан достар, қайтадан айтам, кітап оқылу керек, және көп оқылу керек. Енді ең болмағанда күніне 1 сағат кем дегенде кітапқа уақыт бөлуіңіз керек. Қалай оқимыз? Біріншіден мынаны айтайын. Тез бітіріп тастайыншы деген ойдан ада болыңыз. Анда тез бітірейінші, қашан бітеді екен, мынау кітап қашан бітеді екен деп жоқ. Мен тез бітірмеймін. Мен жай ғана оқимын. Күніне өзіме шарт қойып қоямын. Мысалы, күніне 5-ақ бет оқыған адам, жылына 14-17 кітап бітіреді екен. Енді сұрақ, алдыңғы жылы 17 кітап бітірдіңіз бе? Егер бітірмеген болсаңыз, онда, ой, күніне 5-ақ бет не өзгертеді дейсің, демеңіз. Өзіңізге шарт қойыңыз. Мен бүгіннен бастап, егер оқымайтын адам болсаңыз, әрине, ғылым жолында жүрген кісі болсаңыз, немесе онсыз да кітапты көп оқитын адам болсаңыз, сіз онсыз да аптасына бірнеше кітап бітіріп жатқаныңызды білемін, сенімдімін. Құдайға шүкір, қазір біздің жастарымыз көп кітап оқиды. Егер кітап оқу әдеті әлі қалыптаспаған адам болса, онда күніне кем дегенде 5 бет. Енді бұл 5 бетті оқымай мен ұйықтамаймын. 5 бет. Егер бір күні үйге кеш келдім, қонақ күттім, қонақтар қайтады, саяқ жудым, бір шаршап тұрмын, енді жатайын деп жатқан кезде есіме түсіп кетсе, мен бүгін кітап оқымаған, мен аламын да 5 бет оқымай жатпаймын деймін да, 5 бетін оқимын. Күніне 5-ақ бет, бір жылда 14 немесе 17 кітап бітіреді екенсіз. Сондықтан бірінші қағида, кітапты тез бітіремін, көп бітіремін емес, кітап жай ғана оқимын. Басыңыздан алып тастаңыз, көп бітірейін, тез бітірейін, жоқ. Жай ғана оқимын. Екінші қағида, мен мынандай бір қағида ұстанамын. Бірнеше тілде кітапты бір уақытта оқу, параллельно. Менің қазір оқып жатқан 6 кітабым бар. 6 түрлі бағытта, көркем әдебиеті бар, ішінде психологиясы бар, ағылшын тілінде кітап бар, басқа тілдерде бар. Оқи беріңіз. Бірнеше тілде болсын, және бірнеше кітап бола берсін. Мынандай бір айда бір кітап, бір аптада бір кітап бітпеуі мүмкін, өйткені 6 кітап оқып жатсыз ғой, немесе 4 кітап оқып жатсыз ғой. Бірақ бітіру біздің мақсат емес, біздің мақсат оқу. Ана мақсатты жөндеп алайық. Мақсат бітіру емес, мақсат оқу. Не үшін бірнеше тілде деп айттым? Бірнеше мәдениетті сіңіре аласыз, тарихты сіңіре аласыз. Мүмкін болса кітаптың авторының тілінде оқыңыз. Мысалы, Джордан Питерсон, мен қатты құрметтеп оқитын авторым, психолог, көзтірі, профессор. Джордан Питерсон бүйтіп айтады, мысалы, Достоевский, Толстой, Солженицын, жаңағы Онегин, Некрасовтарды қатты мақтайды. Ол кісі әсіресе Достоевский мен Толстой мен Солженицынды үшеуін қатты мақтайды. Ол айтады, мына кітаптарды мен оқи беремін дейді. Бұл кітап біздің қазір батыс әлемінде өте мықты кітаптар дейді да. Енді мен айтамын да, ол кісі соншалықты тәнті болып таңғалып отырған кітаптарын мен ана тілінде оқи аламын, өзінің автордың тілінде оқи аламын ғой. Енді автордың тілінде кітапты оқи алу ол ерекше ләззат. Өйткені тікелей автормен тілдесіп жатқан сияқтысың. Тікелей автордың жеткізгісі келген ойды оқи аласың да. Сондықтан бізде мүмкіндік өте көп. Қазақтар кем дегенде 3 тіл біледі. Қазақша, орысша, ағылшынша. Орысша авторлардың шығармаларын өз тілінде оқиық. Біздің қазақ әдебиетіміздің көркем әдебиеттерін, ой, керемет, тұнып тұрған білім, тұнып тұрған мотивация оқиық. Ағылшынша кітаптар оқиық. Не үшін ағылшынша кітаптар оқиық? Тіпті мен сізге айтайын, кітаптың 30-40%-ын түсіне алсаңыз ағылшынша, болды, оқи беріңіз. Оны отырып, аударып, астын сызып көшірудің де керек жоқ. Жай оқи беріңіз. Неге? Ағылшын әлемі ғылым тақырыбында бір 15 жылға алдыға кетіп қалды деп ойлаймын. Енді менің қолыма қазір бір кітап түсті, social minimalism деген, ана жерде тұр, тек сотка туралы. Әзірше қазақша және орысша сотка туралы кітап жоқ. Сотканың зияны туралы, социальный медианың зияны туралы кітап жоқ. Сондықтан оның өз тілінде оқи алсаңыз, 15 жыл алдыда боласыз. Егер сол тілде ақпарат тұтына алсаңыз, 15 жыл алдыда боласыз. Сондықтан достар, қағида өте оңай.
кітапты бітіремін деп оқымаймын, тек күнде оқимын деген шешім бар. Бір кітаппен шектелмеймін, бірнеше кітап оқимын. 70% көркем әдебиет оқимын, 30% ғылыми және мотивациялық кітаптар оқимын. Әр автордың кітабын өз тілімде оқуға тырысамын. Және ойымды шектемеймін. Асығыс жоқ, тек оқи беруім керек. Әрине, әркімнің өзінің стилі бар. Біреулер айтады, мен әр кітаптан конспект жазуым керек, астын сызуым керек, оны көшіруім керек дейді. Олай оқысаңыз да болады. Бірақ бұлай оқу менің ұстанымымда көп уақыт алады. Мен айтамын, менің ұстанымымда оқылу керек өте көп кітап бар. Бәленбай миллион кітап бар, оқуымыз керек. Сондықтан бір кітапқа тым көп уақыт бөлуге уақыт жоқ. Әрине, оқып та оқыңыз, тиянақты оқыңыз, түсініп оқыңыз. Бірақ бір кітапты қайтып оқуға уақыт жоқ деп ойлаймын. Достар, сондықтан кітап оқу туралы қысқаша жеткізе алдым деп ойлаймын. Біздің миссияда қысқа мерзімде YouTube видеолар күнделікті тыңдай алатын және күнделікті өміріме енгізе алатын. Енді бүгіннен бастап, ертеңнен бастап емес, бүгіннен бастап сіз кітап оқи бастасаңыз, онда менің видеом бекерге түсірілмеді деген үміттемін. Сәттілік. Енді кітапқа келетін болсақ, мен кітап сүйер адам ретінде және жазушы ретінде, екі кітаптың авторы ретінде мен сіздерге менің кітабымды ұсынамын. Сен атты кітабым 2023 жылы жарық көрген, және ана жерде көрсеңіздер 2023 жылдың үздік кітабы номинациясын ұтып алған және кубогын ұтып алған. Сен кітабының ішінде әдеттер туралы жаздым мен, ғылыми негіздемелермен, әдет деген не? Қалай қалыптастырамыз? Мысалы, кітап оқу әдетін қалай қалыптастырамыз? Кітап оқу не үшін маңызды? Менің миыма қалай әсер етеді кітап оқу? Спортпен айналысу керек. Не үшін спортпен айналысу керек? Қалай айналысамыз? Деген тақырыптар зерттелген. Сен кітабын мен сізге ұсынамын. Бұл кітапты оқу керек, бұл менің әдеттерімді дұрыс қалыптастырады. Оған қоса, мен деген кітабым 2024 жылы шықты. 2024 жылдың үздік кітабы номинациясын алды. Ана жерде кубок тұр. Бұл да бестселлер болды, екеуі де бестселлер болды. Мен кітабы еріншектік туралы және психология туралы, мотивацияның жоғалып кетуі туралы, жаңағы бастаған ісімді соңына дейін апармау туралы, қорқыныш туралы жазылған. Қалай бұл әдеттерден құтылуға болады, менің психикам қалай жұмыс істейді деп осы кітаптарды сізге ұсынамын. Әрине, бұл кітаптар 30%-ық кітаптың ішіне кіріп кетті. Мен қалар едім бұның 70%-ға кірген, дегенмен бұл жаңағы мен айтқан мотивациялық және ғылыми кітаптар қатарында 30%. Енді бұл екеуіне мен сіздерге қазір күшті бір ұсыныс жасап жатырмын. Екі кітапты бірге алған адамдарға жеңілдікпен 14.900 теңге, екі кітап бірге, қасына плюс миллион теңгеге кезінде сатылған 10 шақты курсты тегін бонус ретінде беріледі. Ол курстардың ішінде де видео сабақтар бар. Ми туралы, психология туралы, әдеттер туралы, спорт туралы, кітап оқу туралы, тұрақтылық туралы, қорқыныш туралы, риск туралы видео сабақпен, кітаппен бірге болса, нұр үстіне нұр болады, одан арман бекітіледі санаңызда. Оған қоса, біз осы наурыздан бастап кітап алған адамдардың арасында бір адамға екі кітапты бірге алған болуымыз керек, және біздің мына сілтемемен алған болуымыз керек. Екі кітапты бірге алған адамдардың арасында бір адамға Түркияға тегін жолдама сыйламақшымыз, және бір адамға оған қоса iPhone 16 Pro сыйламақшымыз. Тегін, достар, бар жоғы тек мына кітапты сатып алуыңыз керек, екеуін бірге. Біз сілтеме қалдырып кетеміз, описаниеде және комментарийде сілтеме бар. Өтіп, бүгін тапсырыс беріп қойсаңыз, сіз тізімге ілігесіз, мен Инстаграмда кімнің ұтып алғанын жариялайтын боламын. Көп рахмет, сіздермен болған Азамат Скаков, және мен бүгін қысқаша кітап оқудың маңыздылығы туралы түсіндіруге тырыстым. Сау, саламатты болыңыздар.